Сәлем достар, сіздермен мен Зако KZ арнасы, мен сіз білесіздер, ютубқа жаңадан келіп отырмын. Бүгін біз өзіміздің выживаниямызды түсіретін боламыз. Ал біз енді бастаймыз. Так, бізге енді өзім тоқтаңыз. Қата береді мынаны деген қатып өлтіріп баратыр адамды. Чанков беске қойып, міне соңында қатып тұр. Қазір достар, мен паузаны баса тұрайын, сосын көрісерміз. Міне біз ойынға да келдік. Міне қазір ғана FPS жөндеп шықтым. Мына қата береді деген ойын сүргенде. Біз енді тағымызды құрғу керекпіз. Қазір ғана мына қатып жатыр достар. Міне біз ойымызға да кірдік. Ағашты қағу керек болсын бізге. Күтіп тұрыңыз. Мынау деген неге қата береді сіздер бір видеоны әдемі деп түсірсем, мынаны өшіріп тастасам ше болды. Соңғы жерде қатып тұрған көріп выживаниямызды бастайық. Көріп тұрғандарыңызды әрең істеп тұр. Мынау көне сіздерге айтайын, 3-ші бөлімі лайкты жаман көп жинаса, біз деген не істейтінімізді айтайын ба, модтармен ойнайды боламыз. Әрине 1.10 версиясында, менде тек модты 1.10 версиясында. Мынаны қоямыз, мынаны бетеміз. Сосын ағашты аламыз. Енді бізге верстак жасау керек достар. Ол верстак апциясыламыз. Енді біз мына жерге верстакты қоямыз. Енді бізге палка жасау керек. Палка оп-оңай жасау бізге. Тоқтаңыз. Мынаны бүйтеміз да, енді мынаны бүйтеміз, мынаны аламыз да, сосын мынаны аламыз. Міне. Енді біз киркамен астына жолғарамыз. Мен сіздерге неге мен жаңа гаймел модені қосқан болатын, бірақ ренжімеңіздер, бірақ гаймел модеде тұрған жоқпын. Мен жаңа өзім бір жер істедім, әдеміректеу жерде 12 деп. Мен қазір үйді қай жерге салатынын айтатын болам сіздерге. Қазір көресіздер. Жер деп ма? Үйді мен былай айтқанда мен үйді ана судың астына салғым келіп отыр. Аны көріп тұрғандарыңыздай. Чанковты көбейтейік. Міне. Бесте тұрбасын. Көріп тұрғандарыңыздай. Негізі FPS-ті көтеру керек, өйткені FPS мен көткен мощный компьютер. Программасы ауысқан. Соңғы кезде қатып тұр достар, мені көрдіңіздер ма? Міне. FPS демекші осы. Егер осы бөлімде үргәлсек, су асты үйін көретін боламыз. Міне. Саттан бақтырып көтіпін. Енді біз мынаның астына көреміз. Міне өйстіп аламыз тастары. Өйстіп алуымыз керек. Біз келесі бөлім сіздерге айтатын бір жаңалығым бар. Келесі бөлім көп лайк или көп не izleйтін болса, мен сіздерге не істеймін. Не істеймін емес енді. Андай ғой достар, андай не бар ғой, андай модтар естеді достар, міне. Досталды міне. Енді біз мына жерде міне енді біз осы жерден не жасау керек бізге, меч жасасақ. Біз енді қазір үйіміз салайық. Оған бізге күрек керек. Менде бірақ палка қойылмай. Палка жасаламыз бізге оп-оңай. 21 палка алып еттім. Міне үйісті қоямыз да. Енді біз мына жерге мен келесі бөлімде айтқан, келесі бөлім деп үй салғым келіп жүрген. Қазір мен паузаны басып істейтін жеттерін дайындап қоямын. Давай пауза. Айтпақшы достар, мен қазір блогник жинап алайын, сосын сіздерге айтатын боламын. Блогникпен мынандай жан-жақтарын қоршайтын боламыз. Ал пауза.
міне мен мынандай стак не жинадым қазір ғана. Жаны осыншалық кетті. Біз қазір енді біз ух ты, мына жерде аналар бар екен. Оларды кейін алармыз. Пока мына жердің бәрін мен бұл жеке қоршап жатқан алып біз паузадан басамыз. Достар, мынаны істеуге неше минут кеткенін айтайын ба? Даже 15 минуттай кетті. Ой, қатпай істеді. Ал біз енді келесі жақтарын істейтін боламыз. Ал міне мына зелияны неге мен алдым десеңіздер, мен гаймомодеден алдым. Ана ішін істеу үшін гаймомодте алдым. Енді мойындаймын, гаймомодте алдым. Иә. Біз енді іштен қазу керек еді бізге. Ай, суда тасып кетті. Мен мына жерлерді істемеппін, айтпақшы. Бірақ бізге әлі бұл ойынға келу керек. Анау-мынауға келу керек дегендей. Так, даже біз асты қаша берейік. Так, киркам қайда мен? Дейін алдым. Оны бәрі құртамыз. Мына су шығып қойып жатыр бұл жаққа қарай. Бұл біздің не болады? Ой, мынау тағы шықты ғой. Так, мына жерде жазыламыз. Самне. Иә. Так. Қандай айтқанда қай жерге кеттік біз? Біздің су асты үйіміз сын болайын деп тұр. Достар, мен қазір су асты үйім жасап бітірем. Қазір көресіздер. Ал біз осыдан басамыз. Осымен бітірейін достар. Бізде осындай уақыт болды. Иә. Көріп тұрғандарыңыздарды. Осымен біз бітірейік. Осы видео ұнаса астына лайк басып, комментарийлеріңізді жазыңыздар. Ал қош сау болыңыздар.